жазып жатырмын 11:30-да тағы да екіншісін қойдым. Біз 1 сағат көлемінде өтуіміз керек бұл жиналысты. Сондықтан оны да қазір группаға жіберемін. Сразу артынша қосылсақ, сұрақтары болса, мен жауап берейін. Қазіргі Акелиус олардағы қандай не болып жатыр Ақтауда? Планшеттер бар. Дайындаған материалыңыз бойынша бастай беріңіз. Иә. Қазіргі таңда білім беру жүйесі үлкен өзгерістер кезеңінен басынан өткеріп отыр. Және бүгінгі оқушы ақпаратты тез қабылдайтын, цифрлық ортаға бейімделген тұлға қазіргі балалар. Сондықтан тілді үйретуде, орыс тілі, ағылшын тілдерін үйретудегі бұрынғы әдістердің өзі жеткіліксіз дегенмен, цифрлық шешімдер мен аралас оқу тәсілдері рөлдерінің ерекше болып отыр. Мен бүгін тілдерді оқытуда қолданып жатқан, соның ішіндегі Акелиус цифрлық платформаның оқу процесіне тигізетін әсері туралы өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Значит, бұл жерде Акелиус сіздер байқағандай осындай әртүрлі деңгейде көрсетілген. Қай бағыттағы оқушы ретінде өзінің электронный почтасы арқылы тіркеліп, осы бір тапсырмаларды орындауына болады. Алдымен бұл бастаманың маңыздылығына тоқталсам, қазіргі мектептерде оқушылардың дайындық деңгейі әртүрлі. Бір оқушы материалды тез меңгерсе, екіншісі көбірек уақытты қажет етеді. Кейбір балалар сабақта белсенді, ал кейбіреуі өз ойын айтуға қиналып жатады. Осындай жағдайда барлығына бірдей тиімді әдіс табу мұғалім үшін үлкен мәселе. Акелиус осы қиындықтарды шешуге мүмкіндік береді. Платформа тіл үйренуді кезең-кезеңмен ұйымдастырады. Бұл платформа оқушы ең алдымен дыбысты естиді, кейін сөзді қайталайды, содан соң оны сөйлем ішінде қолдануға үйренеді. Мұндай тәсіл тілдің табиғи жолмен меңгерілуіне ықпал етеді. Және әсіресе тыңдалым мен айтылым дағдылары дамытуда бұл әдістердің тиімділігі жоғары Акелиус платформасының. Оқытудың педагогикалық негізінде бұл өзгеріс оқушылардың өздері бұл платформаның ең ұнайтын тұсы сөздердің дұрыс айтылуына бірнеше рет тыңдап, асықпай қайталау мүмкіндігі екенін айтып жатады. Бұл балалардың қателесуден қорықпауына, өзіне деген сенімділіктің артуына әкеледі. Нәтижесінде олар ағылшын және орыс тілінде еркінірек сөйлей бастайды дегім келеді. Және қызықты бір жайт, бұл жерде тағы бір көрнекілік пен ойын элементтері бұның ішінде. Балалар үшін сурет, анимация, тапсырмалар ойын түрінде берілуі өте маңызды. Кейбір оқушылар мектепте шет тілін оқуға құлшыныс танытпайды, себебі оны қиын әрі қызықсыз деп қабылдап жатады. Сондықтан платформа тапсырмалар ойын ретінде ұсынылғандықтан оларды оны міндетті емес, қызықты әрекет ретінде орындайды. Өзінің бір міндет емес, қызыға орындайды. Және Акелиус планшеттері алғаш оқушыларға экранда әртүрлі суреттер, әріптер, заттар мен бейнелерді балалардың назарын бірден аударды. Олар сабаққа белсенді араласып, өздігімен тапсырмаларды орындауға тырысты. Бұл мотивацияның артқанын көрсетіп, оны айқын белгі ретінде қабылдадық. Сонымен қатар Акелиус грамматикалық ұғымдарды жеңіл түрде түсіндіреді. Бұрын оқушылар жекеше және көпше сияқты немесе көптеген ішіндегі тақырыптарға байланысты зат есімдерді қолдану кезінде жаттығулар, ережелерді меңгеріп, ең бастысы оқушы ережені жаттамайды, оны қолдану арқылы үйреніп алады. Артықшылығы
Бұл платформаның тағы бір артықшылығы әр оқушының жеке ерекшелігін ескеруі. Бір бала тапсырманы тез аяқтап қойса, келесі балаға көбірек уақыт қажет болуы мүмкін. Келесі әр оқушыға өз қарқынымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе үлгерімі төмен және оқу барысында қиындық көретін балалар үшін өте маңызды. Мұғалім үшін де платформаның пайдасы зор. Әр оқушының жетістігін бақылап, мұғалім қай тақырыпта қиналып жүргенін анық көре алады екенбіз. Және бұл қосымша қолдану қажет ететін оқушыларға уақытылы көмектесуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мұғалім сыныптағы жұмысты ұйымдастырып, саралаған оқытуды жүзеге асыра алады. Тағы да мен қыздарды шақырып көрейін. Және жи дегеннің рөлі. Тағы бір назар аударатын мәселе, сабақтан қалып қойған оқушылар, егер бала белгілі бір себеппен сабаққа қатыса алмаса, ол материалды кейін өз бетімен меңгере алады. Оны жүктеу арқылы болса да болады. Бұл білімдегі олқылықтардың алдын алуға көмектеседі. Шет тілін үйретуде шет тілін меңгеру болашақта үлкен мүмкіндіктер ашады. Қазіргі таңда ағылшын және орыс тілін білу IT саласында халықаралық байланыста ақпараттық. Сәлеметсіздер ме? Майя байқауымыз қалай? Жанар, сәлем, қалайсыңдар? Аман есенсіздер ма? Қолдарыңыз тимей жатыр ма? Бізде жиналыс басталып кетті. Сіздерде қалай болып жатыр планшет жағы? Қолданып жатырсыздар ма? Интернет қалай ұстап жатыр өздеріңізді? Жақсы ма бәрі? Жанар? Сабақтасыз ба? Сабақтасыз ба, Жанар? Ақтаулық қызымыз қосылды, Жанар. Оларға жақында ғана планшет берілді. Сондықтан бұлар ақтаулық қыздарымыз оны пайдаланып үлгерді ме, үлгермеді ме, ол жағын хабарласып жатқан жайымыз бар. Акелюс платформасы осы дағдыларды ерте жастан қалыптастырған мүмкіндік береді. Және бұл платформа көбіне келе жатқан цифрлық оқытудың құралдары тек білімді жеткізудің тәсілі емес, олар оқушының оқу процесіне деген көзқарасын өзгертеді. Мұндай платформалар балалардың қызығушылығын арттырып, өзіне деген сенімділігін қалыптастырады және тіл үйренудің қолжетімді әрі қызықты етеді. Менің ойымша осындай заманауи шешімдер білім беру сапасын арттырып қана қоймай, болашақта өз ойын еркін жеткізе алатын, бірнеше тілде сөйлей алатын тұлғаны қалыптастыруға үлкен үлес қосады. Және бұл тіл ұрпақпен бірге дамитын тірі құндылық, ал білім ұрпаққа қалатын ең қымбат мұра. Цифрлық технология мен педагогикалық ұштастыра отырып, біз баланың ішкі әлеуетін ашамыз және оның болашағына сеніммен жол саламыз. Яғни бұл жерде біздің тағы бір Акелюс жайлы көрсетіп кетсем, мен өткенде сіздерге көрсеткенде өзімнің почтам арқылы қосылғанда мына дельфинге қарасаңыздар, оны мен басына кепка кигізіп қойдым, көрдіңіздер. Оны мынау бір жерде көрсетілгендей плюс не қосу арқылы жаңағыдай тиындар жиналады ғой, әр тапсырмалар орындаған сайын, сол жерде мысалы сатып алады екенсіз. Мен мына дельфинімнің басында шляпасы бар, онымен қосымша сіздер
мына бір басына осындай сияқты көзіне не бір көзіне де қоюға болады. Мына жерде әдемі галстуктары бар екен. Қыз болатын болса моншақ сияқты қылып. И өзіне қосымша осындай сумкамен ең қызықтысы мына бір гүлді алуға болады. Значит, бұл дельфинім қазір менде не? Міне байқап отырғандарыңыздай осындай жетістікке жеттік. Енді мен осы жердегі тапсырмаларда сіз егер де өзіңізге қызықты тапсырма іздейтін болсаңыз, мына бір бізде английский болғанда английский басылды. Осы тау арқылы сіз әртүрлі деңгейді таңдай аласыз. Және де өзіңізге іздейтін мына бір не бар? Роджер Акелиус бұл өзінің несін ойлап тапқан. Және де осындай нелермен қолдануға болады екен. Ойбай. Енді сабақ жайлы айтатын болсақ, мына жерде сөздік бар, сіздерге өткенде көрсетіп кеткенде, мынау қандай тақырыпқа сіз іздейсіз, оны печать етіп алуыңызға да болады. Неше түрлі мүмкіндіктері бар. Барлық жерге жазылған. Сіз қандай тақырыпта іздесеңіз, мысалы, potato деген бұл бізде картошка, бұл жерде көпше түрлері көбіне қолданып тұрады. I eat and drink, бұл жерде уже етістіктер қосылады екен. What do you see? Сіз не көріп тұрсыз? Сондай сияқты. Мына жерде қайталау сабақтар беріледі. Мынау қай жерде? Значит, біз предлогтарды үйренеді екенбіз бұл жерде. Сондай сияқты. Міне on the table, столдың үстінде деген сияқты. Міне осындай тапсырмалардың кез келгенін сіз ашатын болсаңыз, кіреді екенсіз. Осының ішінде оның ішінде potato-ның өзінің ішінде тапсырмалар бар. Мінекей қарап отырсаңыз, игра түрінде, песня түрінде, грамматика және упражнение, жаттығу ретінде. Сонымен қатар ең соңында квиз беріледі. Әр қайсысында осындай нені сіз алып өзіңізге қолдана аласыз. Мына жерде мысалы singular, plural дегендер, значит, жеке және көпше түрлерін қолдануға болады. Сондай сияқты қазір мен сіздерге бірінші жеңіл түрін, одан кейін сәл деңгейі жоғары түрін көрсетейін. Мен мына бір көпше түрге айналдыру дегенде, мысалы, осы жерде балалар әртүрлі шатасып жатады. Көпше түрге айналдыру. One potato is red. One potato is red. Қазір тапсырмаларды орындап көрейік. Жанар, сіздерде сұрақтар жоқ па? Не бойынша? Планшеттер бойынша ашып көрдіңіздер ме? Планшеттер жайлы қалай болып жатыр екен? Планшеттер жағы қыздар Ақтауда. Бізде уже 2 жыл болды ма? Біз осы планшет платформасы бізге келгеніне, біз бірнеше нелерін экранға да ашып, өзіміздің жүктеп алсаңыз, оңай болады өзіңізге де қолдану. Сол жерден балаға түсіндіресіз, үлкен экраннан, LED монитордан. Және сол жер арқылы балалар оңай сіздің аш деген неңізді ашып көре береді. Бірінші занятие, Жанар апайда сұрақ жоқ ау деймін бізде. Қандай нелер бар? Планшет бойынша. Сіздерде сұрақтарыңыз бар ма? Қандай да бір қиындықтар туындап жатыр ма? Неге роутерге қосылдыңыздар ма? Ақтаулық қыздар.
Барлығы бір жерге жиналған сияқты ғой. Ақтаулық қыздар. Даусын естілмей жатыр. Айтыңыздар. Иә, біргеміз бәріміз. Жеке емес, бірге қосылды міне. Жоқ, просто не болып тұр, бір ақаулар болып тұр. Қосыла алмады. Ондай болып тұрады деймін сіздерде, иә? Қалай болып жатыр, планшетті қолдандыңыздар ма? Планшетті қолдан алдыңыздар ма? Так, қалай қолдану керектігін мен көрсете берейін. Ақтаулық қыздарымыздың бәрі тыңдап отқан сияқты. Кетіп қалмаңыздар, главный. Жанар ханымның несімен тыңдай беріңіздер. Міне мен сіздерге жаңағы демонстрацияны ашып отырмын. Акелиустың несін, өзіңіздің почта арқылы тіркесеңіз, күнделікті жинаған тиын арқылы өзіңіздің тапсырмаларыңызды балаға көрсете алады екенсіз. One apple is green. One apple is green. Тек қана не емес, осындай дыбыспен көрсетіледі, және оның көпше және жекеше емес, сонымен қатар оның түстеріне де мән берген. Яғни бұл әріп, иә. Бұл жерде уже сіз таңдауыңыз қажет, қайсысы Мына жерде балалар, бастауыштағы балалар көбіне осыны құрастырып жатыр. Бастауыштың оқушылары. Оларға да бір күшті бір неді, логикалық деген сияқты ғой, былайша айтқанда. Деген. One apple is red. One apple is red. Енді айтқан несін жерге қоюымыз керек. Ары қарай орындап көрейік. One apple is green. One apple is green. Не естідіңіз, соны қоясыз. Әртүрлі дыбыстар. One banana is green. One banana is green. One banana is green. Значит, изда кеп қоясыз. Жерде тыңдалымды тексеру, иә. 3 potatoes are red. T. 1 apple is red. 3 apples are red. 1 apple. 2 bananas are green. 2 bananas are green. 2 apples are red. 2 apples are red. Енді ол бастапқы деңгейде, бастауыштарға арналған. 4 apples are green. F. The apple. The banana. The apple is green. Произношениені осы жерде балалар қайталаса болады. The potato. The potato. The bananas are green. The bananas. The banana. A banana. An apple. An apple. A potato. An apple. A banana. A banana. The apples are red. All right. Не тыңдадыңыз? The potatoes are red. The apples are red. A red apple. The apples are red. A red apple. Көрмедім. The banana is green.
The banana. Жекеше is a дегенді де қолдануды үйретеді. Байқап The отырғанымызда. potatoes are red. The potatoes. The potato is green. The potatoes are red. The potato is green. Түстерге The де potatoes are. The apple is red. is red. The apples are red. The apples are red. Уже екі сөзді қоямыз, жаңа бір сөзден болса. The bananas are green. The bananas are green. Мгм. The apple is red. The apple is red. Кто прошел, как прошел урок дегенде лайк басып, өзіңіздің неңізді жинай аласыз. Енді бір қиын неге өтіп көрейін. Бұл жерде, значит, былай өтесіз. Английский мына А0 деген жерді таңдап емес, например, английский. И жаңағы ең B2-ға өтіп көрейік, қиындау. Соның ішінде мәні мен дельфиным тұр. Дельфиным кепкада деп қояйын. Енді соның ішінен мына бір тапсырманы көрейік. Бұл жерде байқасаңыздар learning and vacation. Бұл жерде көптеген туристер жаңағы STEAM. Осы жерде мен біріншісі туралы өттім. Турист жайлы болғандықтан. Ivan, Pedro, and his mom, Yara, are in Madrid for the weekend. While Yara is spending time with her friend, Ivan and Pedro are in the city center sightseeing by themselves. Байқап отқаныңыздай, Иван, Педро және оның мамасы уикендте неде барған екен, иә, sightseeing. Жақсы жерлерді I көруге. didn't expect Madrid to be so crowded. Despite the rain, the streets are full of people. Well, many people live in the capital, and I think the city is also popular with tourists. A tourist is a person who travels and visits places for pleasure, usually during their vacation. Vacation. Tourists often differ from other types of travelers, like explorers. While in a new place, tourists tend to visit well-known attractions. Балалар осы жердегі тыңдалымын және өзімен бірге оқып, өздері қолданса болады екен. Large groups of tourists visit this museum every day. Бұл жерде не деді? Group of tourists деді. Whenever I am a tourist, I try to taste the local food. Tourist. I am a tourist. Мен туристпін. If Madrid is a popular destination, it may offer discounts for tourists like us. Yes, I've read that when you buy a tourist ticket, using public transport and visiting museums is cheaper. Great, let's buy it. I don't mind taking buses and trains. I don't want to spend all my pocket money. Pocket money. Осы money деген сөзмен көп шатасады. Money мен. Public transport is a system of vehicles like buses, trams, and trains used by the public. Public transport vehicles always have a specific schedule and route, and passengers that want to use them must have a valid ticket. Public transport. The city's main attractions are accessible by public transport. Public transport. Politicians encourage more people to use public transport instead of cars. Are you saving your pocket money for something special? I've been thinking about bringing Olivia a souvenir from Madrid. That's a great idea.
A souvenir is something you buy or keep that reminds you of a place you visited or an event you attended. Бұл жерде сувенир бәріне түсінікті деп сразу түсінді балалар. Бай сатып алу, барлық жерден алған кезде. Some popular souvenirs include t-shirts, tiny statues, and postcards. My aunt keeps foreign coins as souvenirs of memorable trips. Souvenirs. I brought these earrings as a souvenir from Egypt. As a brought this earring as a I brought these earrings as a souvenir from Egypt. Which museum would you like to visit? I would like to go to the Science and Technology Museum. My mom told me that the museum also has a new exhibition about industry, and I think she might be interested in it too. Sounds great. Let's visit the museum together. When we talk about industry in general, we refer to manufacturing goods. Industry can also mean a group of people and activities involved in a particular type of business, like the energy or chemical industry. The production of pasta is a big part of Italy's industry. Her dream came true when she got a job in the fashion industry. Fashion industry. Can we take a bus to the museum from this bus stop? Yes, we can. I'll call my mom and tell her to join us here so we can take the bus together. Good. I will sit on the bench and wait while you talk with your mom. A bench is a long seat for several people, usually made of wood, metal, or stone. Bench. Usually you can find benches in parks, on hiking trails, and at bus and train stations. They stopped and sat on a bench to rest a bit. Значит, bench, скамейка. When we need a break from hiking, we can sit on a bench and admire the view. Bench. My mom said she could join us in 10 minutes. Great! I'm glad she told you about that new exhibition. I can't wait to learn more about industry. My mom said she could join us in 10 minutes. Great! I'm glad she told you about that new exhibition. I can't wait to learn more about industry. Енді мыналардың қайсы public transport дегенне, tourist дегенне, bench дегенне, соны анықтама жасаған, соларды қойып көрейік. Значит, tourist – это person travel visit for pleasure дейміз. Bench дегеніміз a long seat for several people. Public transport деген ол system of значит, buses, trams and trains, vehicles. Давайте. Енді бұл жерде мына бір нелерге мән береміз. Не кетіреді? Her apartment, оның бөлмесі, например, сувенирге толы дейік. Politicians want to invest a lot of time in public transport дейік. Chemical industry should take better. The politicians want to invest a lot of money in public transport. Her apartment is full of unique souvenirs. The chemical industry should take better care of the environment. Енді төбедегі сөздерді қоюымыз керек. Педро, Иван және Педроның кімі? Анасы. Yara are visiting Madrid.
Иван не істеді? Мына жерде айтты. Tells Pedroға that city is popular place for, значит, кімдерге арналған? That the city is popular place for tourists and that using использует ticket public transport деген сияқты да, иә. Осындай сияқты ең соңғы ойды public transport. Оны қайталай берсе болады екен. Ең соңғы екеуді қайталап шықты. The ticket public transport. Ойбай. Және де тағы бір не. Pedro glad he can, может, save, сақпау, money because he want to buy, что купить, сувенир. Кімге? Оливияға. He planned for weekend also includes visiting an exhibition about industry. және тағы біреу қайда кетті? Деген сияқтыға өстіп неғып жүрсеңіз болады. Ой, өтпетті ба? Енді мына жерге кәдімгідей қоя бересіз. Many tourists enjoy visiting Paris деген сияқты қойсаңыз да бола береді. Осындай сияқты Many tourists enjoy visiting Paris. деген сияқты тапсырмалар. Қазір менде 1 минут қалды. Келесі бір неге қосылсақ, тағы да бір неге, оны несін қазір мен сізге жіберіп қояйын. Сол арқылы жалғастырайық. 1 минут. Мен сол арқылы сол жерде жалғастырайын. Жібердім, соны бассаңыздар, екіншісіне кіреміз. Мына жерден енді көрсетіп жіберейін. Сәл бір түрін. Мысалы 52-ні ашатын болсақ, занятияны көрейік осы жерден. Например, мына бірінен ашып. Sarah is setting the kitchen table with tea and cake. She's looking forward to something. The table looks nice, Grandma. Are you expecting someone? Yes, I'm expecting guests. When you are expecting someone, you are waiting for someone to arrive. When you expect something to happen, you have an idea about how it will happen. She is expecting a letter to arrive. I am waiting for my friends. I expect them to be here soon. Your Uncle Simon and his fiancée Alicia are coming to visit. That's nice. A fiancée is a woman that a man is going to marry. When you ask a woman to be your wife and she says yes, she is your fiancée. This is his fiancée. They are going to marry in June. I like Uncle Simon's fiancée a lot. Yes, she is a very nice woman. I think they are here. I heard a knock on the door. I'll go open it. When you hit something to make a noise, you knock on it. You usually knock on a door with one hand.
Who is knocking on the door? I just heard someone knock. I'll go see who is at the door. Come in. It's good to see you again. We've missed you, Alicia. I've missed you too. When you miss someone, you feel sad that they are not with you. If you missed someone, you feel happy to see them again. I haven't seen my family in ages. I miss them. We're so happy they came to visit. We missed them so much. I'm sorry, but I'm busy at the moment. I rarely have time. That's okay. When something happens rarely, it does not usually happen. Things can also be rare if there are only a few of them and they are hard to find. She rarely visits her family because she lives far away. He collects rare books. We haven't seen you in so long. I was looking forward to this visit all week. I was too. I've really missed you. Someone is knocking on the door. Expecting visitor for dinner, rarely eat meat for dinner. Yes, knock on the door. She is expecting visitors for dinner. She rarely eats meat for dinner. His fiancée is knocking on the door. He has He has missed his fiancée this week because he was traveling for work. I've knocked on the door for 5 minutes, but nobody has opened the door yet. I expect... Endi so'zga qo'yishimiz kerak. Sarah is expecting some visitors. Sarah is expecting some visitors. My dear Kim visit Miss Web'dagi o'rnos Dash. Set. His fiancée opened the door after he knocked. She was not expecting him to visit because he rarely has time.
She has missed him a lot. Have you ever missed someone because you haven't seen them? Who was it? Бұл жерде енді сұрақ, өздеріңіз қалай жауап берсеңіздер болады. Например, have you ever missed someone because you haven't seen them? Сен біреуді қалайда бір сағынып жүрсің ба? Және ол кім деген сұраққа жауап беруге болады. I have missed деп мысал бастасам болады. I have missed my grandparents. Сол сияқты. Вернуться к работе, да. Давайте квиз. Who is knocking? Who is knocking? What did she do? Истиватор, дата. Where are the twins? What do you need to make pancakes? Where is the kiwi fruit? What is ice? Бұл жерде жылдамдық. Who is using the grill? What is someone who gives things away? Who is arguing? What are you doing when you say sorry? Who is getting along? Getting along? No. What is a game when no one cheats? Бұл жерде. Where is the doll? What are birthdays? Where is the pineapple? Where do you go after your wedding? Where is the pancake? Pancake. What is something in your region called? Who is dancing at a wedding? What is he asking her to be? Who is getting along? What is something in your region called? Так, значит, енді осы жерде менде мына бір жерде не тұр, тағы біріне сатып алып көрейік, 119 тиынымызға, 119 тиынымызға. Ол үшін осы 119-ға кіреміз, және тағы бірінен сатып алып көрейік. Әртүрлі нәрселерден, например, біз шапкамыз бар, 119-ға жетеді, мына көзі, мындай көзілдірік, мындай көзілдірік, мындай көзілдірік, мындай көрейік. Давайте 150 мынаған ешқайсысы жетпейді, бірақ шарф или мынау жетуі мүмкін екен. Давайте осыны көрейік. Мына мойнына осындайда бір не сатып алынды. Және де қазір біз нені көретін болсақ, мына мойнында мына неміз тұр. Ары қарай тағы нелеріңіз болса айта беріңіздер. Енді мына жерде сіздерге бір нені көрсетіп өтейін. Кроссворд түрін ашып көрейік. Кроссворд түрінде мысалы әртүрлі несі бар, соның мына бірі, мынаға назар аударсаңыздар. Бірінші суретке қараймыз, ең басты сөйлем. Егерде қиын болса, мына оңайдан бастаймыз. Екіншісі маска, маска деген. Бұлай төмен қарай екен. Маск. Мына киім, жаңбыр киімі, сонда ол rain, жаңбыр дегеніміз rain. Мінекей rain. И пальтосы. Rain пальтосы. Мына үшінші сөзіміз харбор. Осы жердегі сөздердің барлығы қойылу керек. Және тексеріп көрсек, мінекей осындай сияқты не шығады. Және де осындай сияқты нелері көп, соларға да қарап орындай берсеңіздер, неше түрлі тапсырмаларды кездестіруге болады екен.
Так, ары қарай жалғастыра берейін. Біз всего қазір бесеу отырмыз. Акелиусмен. Қыздар сұрақтарым жоқ, ақтаулық қыздар әсіресе планшет жағы қалай болып жатыр? Сендер бір-екі нені қойса айтсаңдар. Сұрақтарыңыз болса. Саламатсыз ба, Ойске Бердиковна? Акелиустың күрделі жағына өттік. Жаңа оңай жағымен таныстырдым. Енді кішкене қиындау жағына өтейік. Ақтаулық қыздар кірді ме екен? Ақтаулық қыздар барсыңдар ма, қол көтеріп қойыңдар. Мына бір немен тағы бір көрсетіп шықсам. Сәл қиын несіне өттік. Ағылшын мына бір жеріне келдік қой. Сөйлем құрастыру. Бұл жерде сөйлем құрастыруда. Занятие. Бұл жерден қазір құрастырып көрейік. Өткендегі не бойынша. This, мысалы, train station. Station етістік керек бізге. Doesn't have enough десек. Benches. Жаңағы скамейкалар туралы барлығын қорыта айтқандағы бұл жерде. For all. Балалар енді бұл жерде әртүрлі құрастырып көрден сәл күрделі болғаннан кейін. For all. Мен яқа қойсам. For all. The waiting, например, waiting қойылды ма? Travelers десек. The train station doesn't have enough benches for waiting travelers. Жеткілікті емес дейді. Тексеріп көрейік. This train station doesn't have enough benches for all the waiting travelers. Жеткіліксіз емес дейді. Мынау басы аяғы текстің көрдіңіздер ме? Осындай бір қайсысы басы, қайсысы аяғы. Мынау аяқ жағы. Аяқ жағы қоймай жатыр. Соңы десек. Неге қоймай жатыр? Непонятно. Қазір тағы мынаны былай қойып көрейін. Мынау ортаға. Ой, қане кетіп қала. Мынау ортаға. Бәрі жауып қалды. Мен демонстрацияны ары бері қозғағаннан кейін осындай болып қалды қыздар. Значит, бәрінен өтіп, сол жерге жетейік. Например. Ivan, Pedro, and his mom. I didn't. A tourist is a person. Tourists often differ from other. Large groups of tourists. Whenever I am a tourist, if Madrid. Public transport is a system of vehicles. Public transport vehicles. The city's main attractions. Politicians encourage. Are you saving your pocket money for? A souvenir is something you bought. Some popular souvenirs include. My aunt keeps foreign coins. I brought these here. Which museum? When we talk about industry can also mean a group of people. The production of pasta is a big part. Her dream came. Can we take a bus? A bench is a long seat for.
Usually you can find benches in park. They stopped and When we need a break from hiking. First measure unfortunately почему-то сонғысына келмей жатыр. Все. Наконец-то. What kind of ordinary? Non-walk harmful. many tourists support this. Waiting for public transport is more enjoyable when you can sit on a bench and read a book. Read a book. Have you ever brought back a souvenir from a place you were visiting? What did you get? Деген сияқты соңында жаңағы тез өтіп кеткендіктен осындай болып шықты. Осындай жалпы әкелістің нелері. Ал өздеріңізде қандай сұрақтар бар? Қосылсаңыздар, айта отырсаңыздар. Ақтаулық қыздар. Оларда интернет нашар болып, бір кезде қосылып, бір кезде қосылмай отыр. Сұрақтар жоқ қой, Сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар, планшеттермен болса да, басқа бір нелермен болып жатқан. 6-шы сыныптарда қазір тест нелері жүріп жатыр. Оны қазір нелерді бүйтіп шығарып алдық. Тапсырмаларды біреуін контрольный қылып, біріншісі экспериментальный, одан кейін контрольный сияқтыға балынып жатқан жайы бар. Мына бір қағаздармен оқушыларға таратылып. Қазір ағылшын тілі 2 топқа бөлінеді, ал орыс тілі қазір бөлінбейді. Бұрын бөлінетін еді, сол кезде берілген, по-моему, планшеттер. Сол кезден бастап жұмыс істеп жатыр. Жалпы өздеріңізде басқа қандай жаңалықтар болып жатыр? Сұрақтарыңыз жоқ па? Мына жерде 24-ақ не жинаппыз. Бірақ менде кепка бар. Ол кепка бір неден екіншінеге өткен кезде де көрініп тұрады екен, байқағандарыңыздай. Егер де мына жерде ашатын болсаңыз, мына менің дельфинім кепкада. Сондай сияқты балаларға қызықтырып, сенің дельфиның қаншалықты неге жетті, қанша не алдыңыз, мына жерде А деген, Акелиус деген немен келтірілген, сол арқылы тиындар жинап, көптеген осындай нелерді сатып алып, балалар өздері қызыға бірнеше тапсырмаларды орындап жатқан жайы бар. Маған қызығып бұл жерде мына бір гүл 200 главный жинап алсам, осы бір гүлді алсам ба деп жатырмын. Келесі целіміз оқушылармен де бірге оларға да көрсетіп жатам, өзімнің немді ашып. Балалар қайсыған жеткілерін келеді деп сұрап жатырмыз балалардан. Көбісі негіз осы кепканы сұрады. Сондықтан мен кепканы алдым. Көп балаларға осы кепка ұнады. Қызықты кепка екен деп. Сондықтан осы кепканы бірінші алдық. Менің нем бойынша. Одан кейін мына жерде енді келесі цель. Мына жерде не десем, біреулер мұрт аламыз дейді, біреулер очки аламыз дейді, әртүрлі. Мына бір пиратский не бар, бір көзі жабық. Пиратский дейміз ғой. Соны аламыз дейді. Балалардың әртүрлі несі бар ғой, мнениясы. Мына жерде қыздар мынаған қызықты. Жалпы сондай. Рюкзакқа да
бір-ақ бала рюкзак алғым келеді деді. Сондай сияқты осындай қызықты нелермен балаларды қызықтырып сабақтарды өтуге болады екен. Жалпы осы айтып отырмын ғой сіздерге қызықты неше түрлі тақырыпта. Мына жерде барлығы прям жазылып тұрады. Сіз өзіңіздің тақырыбыңызда кез келген неде аласыз. Қай жерде орналасқан, мына жерде мысалы потетоның жаңағыдай көрдіңіздер ме? Осындай сияқты. Өстіп кетеді. Colors деген мына түстер бойынша. Бұл енді кете береді міне. Квиз бойынша міне. Big small бойынша үлкен кіші деген сияқты ғой, оныншы. Ең соңында квизге тоқталып деген. Тадж Махал сияқты. Бұл жерде ішінде салыстырмалы мысалы қызықты не сын есім салыстырмалы түрде көрсетілді. Не жалғанады салыстырмалы түрде деген сияқты. Хобби туралы көбіне балалар қызықты тапсырмаларға, мысалы хоббидің неше түрлі қазір бос уақытында балалардың тиімді өткізу жағынан хоббидің түрлері, мысалы сондай сияқты тапсырмалар бар. Соны орындап қызықты нелерге жеттік. Жалпы осы айтыңыздар өздеріңіздің нелеріңізді. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жаңа 3 қыз келіп қосылды, ақтаулық. Олармен әлі де интернет нелері нашар екен. Кейбір нелерді сұрақтарын түсініксіз. Главное бәрі бірге қатысып отыр. Жалпы осы мен қазір немді тоқтатайын. Соңында айта кетер бір не қорытындылай келем. Поделиться дегенде қорытындылай келе мен сіздерге бір не көрсетіп жіберейін. Жалпы айтатынымыз тіл ұрпақпен бірге дамитын құндылық дедік, ал білім ұрпаққа қалатын ең қымбат мұра. Цифрлық технология мен педагогикалық педагогиканы ұштастыра отырып, біз осы нені аяқтайық. Ұштастыра отырып, біз баланың ішкі әлеуетін ашамыз. Әкел өз бүгінгі күннің талабы ғана емес, ертеңгі білімді қоғамның берік іргетасы. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса, мен сау болыңыздар.